Қайырлы күн достар, мені YouTube каналыма қош келдіңіздер. Жаңа жылдың символына айналған мандариннен өте дәмді, жүп-жұмсақ болып шығатын 10-15 минуттың ішінде пирог жасайтын боламыз. Достар, видеоны аяғына дейін қарамас бұрын менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, пікірлеріңізді жазып, лайк басып қойыңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды үстінен қантымызды салып, әппақ болып ұлғайғанша миксерде аламыз. Үстінен алдын ала ерітіп алған сары майымызды, сүтімізді құйып, жақсап тағы бір араластырып аламыз. Пирогымызға қош иіс беретін ванилин салып, тағы бір жақсап араластырып аламыз. Барлық қоспаларымызды жақсап араластырып алдық. Үстінен қамыр қопсытқышымызды, ұнымызды електен өткізіп, аздап салып отыра араластырамыз. Мінеки біздің қамырымыз дайын болды. Қатты сұйық болып кетпеуі керек. Енді мандаринімізді алып, сыртын ашып, бөліктерге бөліп, және де ортасындағы дәндерін тазалап алып тастаймыз. Мандариндерімізді арнайы осындай формамызды астын майлап алып, гүл тәрізді етіп жайғастырып шығамыз. Пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып қоямыз. Дайын болған тестамызды мандариннің үстінен құйып, пешімізде 20-25 минутта пісіріп аламыз.
Мінекей біздің пирогымыз әдемі дәмді болып шықты. Осылай арасын таяқшамен тексеріп көрсеңіздер болады. Дастархандарыңыздың сәнін келтіреді. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер.